Kimde kışım var? Cama kışkırtma. Kim kayda? Şınavda buldarı kayda? Buldarı? Ballarım kayda? Erkek atma oluyor. Gülmira var ya. Gülmira Niye itu? Masuk dapat gitu mau deh? Assalamualaikum Есік қаласының Еңбекшіға ауданының орталық Есік қаласына Алматыдан, Шонжыдан, Сүмбеден, Қайраттан, Қаройдан жиналған қонақтар. Бүгінгі біздің жиналғанымыз, мына орыста бір сөз бар ғой. Ба, знакомый веселиться деген. Солай тапшылы аз ел өзіміз ғана кіші стол осылай жиналып отырмыз. Сонда дейін бұл жерге жаңағыдай бір жағынан дейін микрофон берген жоқ, бірақ басымыздан айтылады. Бастап кетейік, ары қарай көре жатамыз. Микрофонмен бар, микрофонмен сөйлейін келеміз, микрофонсыз сөйлейін келеміз, жай айғайлап сөйлей бересіздер. Ал енді бүгінгі мына кешіміздің себебін бәріңіз білесіздер. Осылай ортамызда дүниеге келіп,
көз алдымызда өзі беріп жеткен және еліміздің туған күні, және елімізге аз ба көп па бір адамға құрбан оннан бір бөлігі десек болады, 10 жасқа толып отыр бүгін. Енді осы жерде деген бұндай аз кем адамыз деген үйге шақырсақ болып жүр, бірақ мен осы жерде есіктің қабырғасындағы ең бір әшекейлі шынар деген кафеде басып бір атап өтейін деп ойлап, бір жағынан жердің бәрі кең. Бүгінгі мені отырысты тек қана өзімізді ғана отырыс емес, осы балалардың басшы болған соң, және қызымыз баламыз болған соң, осы балаларды жинап оларға бөлек дастархан жасап, осы жерде осылардың ойнауына билеуіндегі кең болсын деп осы кең жерге атап отырмыз. Сондықтан деген келген қарындарымызға гүл бітсін. Замечание тек қана кешіп қарындарымызға әйтпесе бәрі дұрыс. Біз ғой өзіміз ерекеңнің ішіне ұялтап қабыл етеміз. Бірақ жаңағы знакомый сеніңіздер демекші, ерекеңдер үшін бір-екі бөлі ісімдегі арасымыз өзіміз мүмкін десек, сондықтан деген осы жерде осы келген қарындарымызға гүл бітсін. Енді міне ұлтуған апа, сіздің сөзіңіз осы дастарханға беретін батамыз зор болса болады. Айта беріңіз. Құдай оласын берген болғасын, екілесе тілеулеріңізге, және елінің жасы ұзақ болып, денсаулығының құсы болып, бір жақсы мамасымен папасына бір атадан қыз болып шықсын балаларға. Оғын айтқаныңыз келсін. Мына микрофонмен сөйлеген бір жақсы жер, мына витикке тұрып жатыр ғой, витикке. Содан кейін дауыстарымыз нақ әңгімелеріміз дұрыс болып естілетін болады. Ал енді мына алдымыздағы аттарымыздан ала беріңіздер. Тойға барамыз деп отыра Папа, утренний? Привет. Мына микрофон жағайын жатырмыз ғой, сонда да осымен сөйлейін. Мына бүгінгі есіктің көшелеріндей оңғыл-шұңғыл көп өмірде барлықтарыңызға кешегі есікке жауған аппақ көңілдей отырып, осы жерде Жанел қызымыздың атасы мен былайша айтқанда папасы мен мамасы да бірінші сөз берейік. Шаңырақтың иесі болса да енді сол кісілердің ниетін тыңдайық.
Şapalat деген жоқ па? Hoş geldinizler. Bugün Cennet kızının, en genç kızının bugün 10 yaşında doğumunu. Ben de 10 yaşına kelip otуп Cennet kızının. Bizim eski gelgenimizde 7 yıl oldu. 7 yıl geldi. Endi Cennet kızına 10 yıl oldu. Ötüp bара жатқан zaman, жымырап бара жатқан. Endi mынау kenje kızımның туған күні еш уақытта ешкерусіз қалған емес. Қуандық пенен Сәуле екеуі біреуі Күләке, біреуі Күләна міндетті түрде келетін. Қандай ауа райы болсын, қандай уақыт болсын, әр уақытта келіп кететін. Тағы да көңілге алғандар келіп құттықтап кетіп жүрді қызымды. Енді бүгін биылғы жылы 10 жас юбилей ғой. Былай айтқанда бір юбилей көңіл. Достар өзіміз мынау Шынар деген мейрамхана ресторан биыл салынды. Bir жақ менің Шынар қызымның атымен аталған. Ерекше ауа райы берілгенде Аракенде берілгенде қарамадым. Ал қасымда пассажирлер болса міндетті айтып беріп ресторан қарасын. Мейрамхана дегенде сонда сіз сұрап отыратын. Сонан кейін осы мына бас қосуда үйімізде де өткізуге болады. Енді балалар қызық келешек жасадық қой балалар. Осы мына жақын адамдардың бәрінде балалар. Келешекте балалар ойнап күлуге жақсы болсын, кең болсын, қуанышты болсын деп осы Шынар ресторанында жасайық деген қорытуға келдік достар. Кең, жақсы, жайлы балаларға европейский дегендей сондықтан өзімізде демалып сондықтан келіп жақсы емін-еркін отырып өз пікірлеріңізді айтып деген тілектерді бөтен адам жоқ. Мына ел қандай бөтен емес. Құмардың тойына алып барамыз ғой. Қандай өлең айтады, күлкіге өлең басады. Сонда міндетті түрде біз баратынбыз. Мамасы, бабасы. Енді кішкене таныстырып қойған қайнатам. Қайнатам. Мына подполковник өзі лисада көмірді бажам мен. Мына Русташ кірмесі. Оны екеуі бажам. Сізім жоқ кішкене. Ал енді мына ғылым кандидаты Қуандық доцент менің қайдан емес. Інісі. Сәуле жан жолдасы, жан-жары Сәуле. Одан арғы менің балысым. Ұқсап тұрдым мен? Ауылдан келген бажамыз келемей қалды. Қазір өзі мұғалім. Кішкене қыз тескер дегенге жұмысы бар. Бірінші бізге тағы бір institutты оқытады. Бекітіледі. Мамандыққа байланысты. Ал енді одан арғы үлкен менің қызым. Гауһар деген, Гауһар деген. Күйеуі келемей қалыпты, күйеуі бір жұмысқа жәрдемге кетті. Одан арғана менің Сәбит деген балам білесің, Сәбит. Одан арғана ұқсап тұрған бала, мына бажамның кенже баласы магистр ода. Иә, магистр. Енді оның қасында отырған қызы мына Қуандықтың қызы.
Madina. Aydos Madina. Al endi onun qatda ko'zoynak tur men Что-то не платили. Benim kızım kılın göm kızım, Caner'den göm kızım. Botagöz dedim. Botagöz ekonomi sözü. Odan keyin kızım kumar deme. İkövün emsal durgun kızım. Nege bir elinde sağlık. Oyda o bunun kaçtı. Ben odan beri kızıma çına dedim artık. Bozustan'a çına dedim. Arkada samat göğüla. Bizim Ruslar, Yeralkan degen apa? Öldürpaz, aytçı. Arada Almatıda jeki konsert oldu, Astanada konsert oldu. Hayda tavuk alan oldu. Jastlarım oldu, canım koymaydı bir jaksan dep aytты. Bizim de o şükür keltirmemiz, al jastlar sonda yandı jakın. Degi olsun. Sonda kerimiz aytты. Aytçı, önörpaz adam. Сонымен жақсы бөтен адам жауабын жақсы жиналып қаптық, енді осы тамашалап атап өтейік қызымның өсіп келе жатқан және сондықтан тойға келгендерін құттықтап жүрмін. Осы өтіп беру үшін бұл. Сондықтан осы қызым өткел жайлап ешқандай алаңсыз ömürsüzüm okusun, kadro 4. klasda okuydu, gimnaziyada, Ozan'da okuydu, Orç'ta okuydu. Kadın bizge kol kanat olsun, büyük kalkan, bana çay verdi, üydüm için sıfırladı. Ben de kızda uzak kaladını izledim. Sonra sıfırladı. Al bırak, dedi maması, çabuklusu geldi mağaz, çay koyup ver kolunu kireç, sonunda yiyemeyeceğim, görürsün, okusun, görsün, cinalar kaderlerinin arkasında, çocukların arkasında, alaksız ömür sürüyordu, yaksı ömür sürüyordu, sonunda bakıtı bozdu. Қымбатты бұл жердегі туған туыстар, қонақтар, мынау бір бөтені жоқ, өзімнің ет бауыр туған туыстарым, бала-шағам, бауырларым, бүгін міне апам мынау отырған таудай болып. Міне бүгін біз осы жаңағы өзіміздің кішкентай Жанеліміздің 10 жасқа толып, мамау, менің юбилейім ғой биыл, менің юбилейім ғой дейді. Сол 10 жасқа толған қуанышын олдырып өшкенде барлығымыз бірге өстік
отырғанымызға мен қуаныштымын. Енді осы Жәнелімнің өмір жасы ұзақ болсын. Мынау гүл жайнап, ешқандай алаңсыз, ешқандай қабағына кірбің түспей, өстіп аман-есен ер жетсін. Біз мынау папасы екеуміз осы Жәнелімді еш уақытта да еш нәрседен кем қылмай, еш уақытта да жаңағы қабағына қаяу түсірмей, өстіп ер жеттіреміз, жаңағы жеткіземіз, өмірі бақытты болсын. Енді мынау жаңағы осы Жәнелімнің дүниеге келіп, соның қатайып кішкентай болғанына осы жерде әкесі мен кіндік әкесі мен кіндік шешесі отыр. Оны айтпаса тағы болмайды. Осы кішкентай ғана Жәнелімді жаңағы маған көмектесіп, соның қатаюына үлкен еңбектері сіңген. Міне енді осы тағы не айтамын? Бұл Жәнелім өзінің жаңағы оқып жүрген гимназиясын тағы ойдағыдай аяқтап, келешегі зор болсын, өзінің алдындағы мынау тәтелері ағаларынан асып түссін демекпін. Өстіп ойнап күліп ер жетсін, бізге бір қолғабыс болсын, бабасы мен мамасына ақылды қыз болсын, жақсы оқысын. Келешекте міне өстіп үлкен бір өзінің қалаған мамандығының иесі болсын, бір үлкен таудай адам болып шықсын. Міне сол үшін осы жерде сіздерге мынау осы қуанышқа апа келіп, мынау ортақтасып, өстіп отырғандарыңа рахмет. Отырғандарыңызға енді ойнап кішкене демалып осы жерде бәріміз бірге қуанышты. Мен Жәнеліме өмірдегі бар жақсылықты тілеймін, бақыт тілеймін. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал мына жаққа енді ішімізге ішке тамақ барғаннан кейін жан-жағымызға қарайық. Біздің құмырдан келгендеріңізға соның алдына алып қойыңыздар. Алдымызға шынар құмырдағын, шынар есімді официанттар алып келеді. Шынар салатын, шынар қасығымен, шынар вилкасымен жеп отырмыздар. Бірге қосылып айтайық. Ескерді қазақ әлеуметтік әңгіме жазуға сөз. Айым болып тудың ба, ата жолын қудың ба, әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл
seni şartlayma. Давай, Видео кассеталарын пленкасын қалмасын дейік. Ботагөз қыздарымызбен өлең айтып жүк қылыпты. Оған кейін сол бірақ осы бір фото. Жоқ, қазір емес. Қазір өздеріңіздің құрметтеріңізге тосты құрметті шапалақ соғасыздар. Қазір осы жерде деген баға айтып өткендей көп жылдар милиция қызметінде болған Қошан ағамыз бар, Жарқар әпкеміз бар.